Теңіз түбінен ежелгі жәдігер табылды. Айтқанымдай, ауылды күзетіп жүру түк қызық емес. Қызық емесін білмеймін, бірақ күзет сенің қауіпсіздігіңді сақтайды. Осыны түсінуге тырыс. Қалайсыңдар? Тапсырмағыма? Жаңа технологияны тестілеуге қаншалықты көп адам қатысса соншалықты жақсы. Дөнкидің компаниясы жаңа технологияларды дамытыпты. Бірақ бізде радио бұрында бар еді ғой. Бұл бізге әркімнің тұрған жерін көрсетеді. Қазірше біз тек шектелген аумақ ішінен ғана ақпарат жинай аламыз. Бірақ уақытымен бүкіл күн оқиға тарайтындай болады. Борутаны бағып жүрсіз бе, әке? Солай айтсақ та болатын сияқты. Өз отбасыңызға осылай бір қарап қойсаңызшы. Жолың болсын, мейсіз Боруто. Ештеңені бүлдірме мұнда. Әкемнің миын да ашта берме. Не дедің? Боруто, тыныш отыр, жарай ма? Кейде болсын күліп қойсаң. Өмірі жарқырап жүретін сен, бізге де бір мүмкіндік берсең. Біз кеттік, Боруто. Осында барлығын саған қалдырдық. Ауыздарың жауып, тезірек кетіңдерші. Жағдайларыңды баяндаңдар. Нысан табылды, еш қателік жоқ. Оцуцуки, оңтүстікке бара жатыр. Олар ауылдан алыстап барады. Жауымыз уақыт кеңістік нинджутсуымен. Тым қатты жақындамаңдар. Бұрышқа тағуға тырысамыз. Шігітай тобы оңтүстікке жақын, солармен кездесеміз. Сосын екі жақтан қысамыз. Тентеннің тобынан қосыламыз да тау шатқалына бет бұрамыз. Осылай қозғала берсе, шатқалға тез жетеді. Чаджи, орындарыңды алдыңдар ма? Кез келген сәтте дайынбыз. Олар оны шатқалда қысып алайын деп тұр. Мен шатқалға жеттім. Қабылдадық. Урашики де бұрышқа тағып алды. Уақытылы жете алатын шығармыз. Жетуіміз керек. Ол шекарадан шықпай тұрып ауылдағы барлық шинобимен ұстаймыз. Қайда? Саске аға. Боруто, Урашики кімнің шекарасын ұрласа, соның джутсуын көшіре алады ғой. Кеше бір шиноби жоғалып кетті. Ол Урашикимен кездесіп қалу мүмкін деп отырмыз. Сарутоби Мирай. Мирайдың ерекше бір джутсуын білесің бе? Шеберлігі генджутсу де болу тиіс. Урашики бәрімізді алдап өтті. Әні шиноби қазір көз алдында елесті көріп бара жатқан сияқты. Қашып бара жатқан Урашикидің орнына. Бұрышқа айдаймын оны қазір. Қашып кетуге мұрша берме. Диверсия. Тұзаққа түстің, Оцуцуки! Оцуцуки! Тоқтаңыз, көруге аға! Жауымыз тура алдымызда тұр ғой. Тара! Мирай! Не? Сен екеуіңге генджутсу астында болдыңдар. Күнақаның қорғаушылары өте аз қалды. Ал қазір ауылдарың толығымен ашық қалды. Психологтар. Сондай қарапайым әрекетке алданып қалған. Адамдар сондай ақымақ. Енді Кюбидің чакрасын алатын кезім келіп жетті. Көшедегі күзетті де алып кетіпті. Хокагенің офисінде шиноби қалу керек. Кюбидің чакрасы соған келді. Урашики не болды? Баяндама әлі келген жоқ. Боруто. Хокаге офисі толығымен қауіпсіз. Бой жаздырып алсаңыз. Не болды? Ауылдағы қорғаныс әлсіресе де, Урашики біледі ғой. Әкені мықты шинобилер қоршап тұрғанын. Саске аға, сіз де осындасыз. Урашики әкемен бетпе-бет келсе де, қолынан келер ме? Кюбиден басқа бір нәрсеге келді деген келемі? Иә, бағын айтқан жәдігер. Ағзатсумен шайқасқанда тура жаңалықтан көрсеткен белгіні көрдім. Ол ежелгі жәдігер мұхит түбінен табылды ғой. Сосын археологиялық институтта сақталып жатты. Археологиялық институт Кюбиден де қымбатырақ жәдігер. Хокаге офисі толығымен құлыптанып тұр. Онда біз бір тамшы болсын ықтималдық бар жерге барамыз. Саске аға, әне! Шекралары алынды. Түйсігің рас болыпты. Адамдар тауыпты, не деген сәттілік? Бұл құрылға тек Оцуцукиден ашыла алады. Оян, Карасуки. Тексеріс сәтті өтілді. Мен Карасукимін. Мен сізге операция тәртібін таныстыра кетейін. Пайдаланушыны растау тәртібі.
Тәртіпке сай емес қадам үшін операция ауырлай түседі. Оцуцуки Урашики мырза. Операция бастауға алдымен чакра зарядты алуым керек. Заряд алғаннан кейін теңшелімді баптаңыз. Немене сонша баяу? Осы үшін бұ тасбақалары сықпай бұлжырап жүретіні? Тезірек болсаң шендей. Онырлап не қылайын дедің, е? Жалы жабудан адамдар мықтысыңдар. Бұл негізі Оцуцукидікі. Мен өзімдікін қайталайын деп тұрмын. Мүйіздерім үшін рахмет айтқым келеді, бірақ уақытым жоқ сендерге кетіретін. Мен түлкінің чакра жемісін жинайын. Болды, бәрі тым кеш. Сендер ештеңе істей алмайсыңдар. Тасбақа, артымнан еріп келдіңдер ме? Қырсық адамдарды бәрі жек көретін білесіңдер ғой. Не білі болып жатыр? Қақпадан кішкене тым ерте шығып кетті. Саскиаға! Барлық чакрам кетіп қалды. Урашикиді сезіп тұрғаным жоқ, бірақ өзіміз қайдамыз. Мұна тасбақа үшін бе? Қаладамыз. Коноха ғой. Неге тасты беттер? Әкенің беті. Неге бұлай жүгіріп кеттіңіз? Боруто, бұл өткен уақыттағы Коноха. Тек әкенік емес, оған қоса Какаши аға және Цунада апаның да беттері жоқ. Жаңа қала емес, бұл ауыл мүлден басқаша. Бұл кеңістікке кірмей тұрып, мен түлкінің чакрасының жемісін жинайын. Ескерту, біз уақытаралық көші деген нысаннан аударылып кеттік. Оцуцуки Урашики мырза орнатқан уақытаралық көшу координаттарына келген жоқпыз. Уақытаралық көші дедің ғой. Бұл өткен шақтағы Коноха ауылы ғой. Иә, тура 5-ші Хокаге кезі, яғни Цунада билікке келген кез. Урашики қайда? Біз координаттардан ауып кеттік дедің ғой. Басқа уақыттамыз ба? Урашики мырза координаттарды қойғанда Узумаки Наруто кішкентай бала кезіне орнатқан көшуді. Бірақ көшу кеңістігі дұрыс жұмыс істемегеннен орнатылған кезеңнен ертерек кезеңге түсіп кеттік. Менің есептеуімше, Урашики мырза бізден бөлініп қалған үшін 1-2 күнге кешірек келеді. Түлкінің чакра жемісін. Ол өткен шақтан әлсіз бала Нарутоның чакрасын тартып алайын деді. Бала кезіндегі әкеден. Біз әкені Урашикиден бұрын тауып алуымыз керек. Солай қорғап қалмаймыз ба? Сіздер болашақ адамдар болған соң, мен сіздерге 1-2 сақтандыру шараларын таныстыра кетейін. Мен арқылы уақытаралық көшу операциялары орындалады. Және көшірілімнен кейін сақтандырушылықтарды айту. Біріншіден, өткен шақтағы адамдардың, әсіресе сіздермен тығыз қарым-қатынастағы адамдардың сіздің болашақтан екендігін білмегені жөн. Ал егер олар біздің кім екендігімізді біліп қойса ше? Ондай болса, сіздер болашаққа әсер етуіңіз мүмкін. Ең нашар жағдайда, сіздердің әрекеттеріңіз болашақты өзгертеді. Өте абай болуыңызды ескертемін. Ақылмен жүріңіздер. Немесе адам не зат өзінің болашақтағы болуын тоқтатады сіздердің әрекеттеріңіз үшін. Менің туылғанымнан бұрынғы Коноха. Саски аға, сіздің киімге деген талғамыңызды түк түсіне алмадым. Сен әлі бұл әлемде жоқсың. Біреу басыңдағы бас байламыңды көріп қойса жаман болады. Карасукиге не болды? Қабір шағына тығылып қалды. Чакра жеткілікті емес деп. Расында мүлден басқа ол. Ичираку. Ичиракуды сондай кішкентай асқана екен білмеппін. Ананы қара! Нарутон тезірек табайық оданша. Әке қайда болу мүмкін, а? Бұрын, ол не қазір ғана көрген Ичиракуда болады, немесе... Анау келе жатқан... Кешіріңіз, бір нәрсе сөйлесем ала ма? Не істеп тұрсың, ей? Сакура білетін шығар, әке қайда екенін? Карасуки айтты ғой, абай жүріңдер деп. Бір нәрсе сұрайын дедің бе? Иә, жоқ ештеңе.
бір нәрсе істемес бұрын ойланып ал. Егер біз әрекені Урашикиден қорғауымыз керек болса, ақыры бәрібір кездесеміз ғой онымен. Қиын болады, бірақ Нарутоны тапқаннан кейін сырттан қорғаймыз. Болашаққа әсер ету мүмкіншілігі кішкене болсын бар болса, абай болуымыз керек. Айбай! Көзіңді ашып жүрсеңе. Қуаламашы! Мен өз жолымен бар жаттым Даттыбайы. Жолдың бәрін жауып алған өзің ғой. Айбай-ай! Әке! Қайдағы әке деп тұрсың? Наруто! Таста оны, артымыздан келе жатыр бол! Әкенің ұстазы емес пе анау? Өмірі сен үшін баспен қыналып жүреміз, әрі ұстаз. Не болса да бізге қалдырыңыздар. Айтқаның болсын. Ешқайда қашпайсыңдар, сығалаған ұятсызды. Сығалаған? Ана қолыңда не? Шалы енеңді райн сенің. Қаталдық. Өмір осылай сығалап жүресің. Ол арқылы мен хикаятымды жазуға музамды табамын. Цунаданың алдындағы 2 муза жетпейді ме не? Жарайды, келесі баратын жерімізге кеттік. Екеуіңді? Цунада қаншайым кешіргіші. Ал сен екеуіңші. Жоқ, біз қараған жоқпыз. Екеуіңді танымай тұрмын ғой. Ауылға не тірлікпен? Біз ауылдан ауылға саяхаттап жүретін актерміз. Сонда... Бірақ кішкене нинджутсу қосамыз көрініске. Онша қызық емес қой. Кешегі болған жағдай туралы бірдеңе болсын білесіңдер ме? Жоқ, білмейміз. Біргенен ауылдан қашып кетіпті. Сондықтан қазір ауыл төтенше жағдай күйінде тұр. Және сендер бірдің көз астында жүруге тиіссіңдер. Біз сендерге бірден сене алмаймыз. Кез келген күдік тудыратын адаммен осылай істеуге мәжбүрміз. Сендерге еш қиындық болмайды ғой. Қарсылық жоқ қой. Түсіндік. Жарая, Наруто, олар сендердікі. Қарсылық бар ма не? Бар ғой, Даттыбайы. Сол ғой. Нарутоға жұмыс берсең мейлі ғой, бірақ неге мен? Білесің ғой, менің қолым бос емес. Сұлу қыздарды қара десең мейлі ғой, бірақ боқмырын мен қортақта неге маған? Ағатай. Не? Бұлай бола ма? Окей. Оларды қарап жүрсем, менің жаттығым не болмақ? Біз қашанда болсын жатқаламыз ғой. Бірақ сен... Айтқанды істе, Наруто. Сенде кезімде айтқанды бұл жұтпай істеуші едім. Бәрібір маған, сені көрсек қой сол кішкентай кезіңде. Айттым ғой, менің кінәм емес қыздарға. Шалғайды. Аңызға айналған санен сол машинамен жаттықтырсаң мені. Жаттығу? Әрине. Шынымен ба? Екеуіне қарап жүр, ештеңе білдіріп қоймасын. Айтқанды істе дедім. Өзің қайда кеттің? Бәрі жақсы болып барады. Есесіне жақын жүреміз. Сакуражан! Мен қашықтықта боламын. Бірақ тығылудан керек жоқ қой болды. Сакура екеуміз тым жақынбыз. Нарутоны бір сәтке болсын қалдырмай жүр. Ай, сен жаңағы бала емессің ба? Сакуражан, оны білесің бе не? Сен тура Наруто екенсің. Біз оқсамаймыз. Тіпті бірде сөйлеп тұрсыңдар. Қуалама, біз оқсамаймыз. Мен сығаламаймын. Сығаламаймын? Сен не? Сарада мінезін қайдан тапты десем, басқа тағы біреу бар еді ғой. Екі адамға қарап жүру керек деп естідім. Бір түрліктер болып қалды. Сол үшін тағы жетмен ғой. Цунада апаға не деп түсіндіремін. Өзің қарай аласың ғой. Боқмырынды ма? Боқмырын? Өзіңе қарасың. Екеуің аумайсыңдар. Айттым ғой, ұқсамаймыз. Кеттім неге? Сакуражан, маған көмектеспейсің бе не? Кеттім. Бүгінгі күн ауыр болды. Сондай шаршап тұрмын. Біреуіңді жоғалтқаным жетеді. Цунада апаның маған айқайлағаны керек емес. Айтпақшы, атың кім болды сонымен? Боруто. Мен болса Узумакен Наруто. Әкенің бала кезіндегі үйі осы болды ма? Үйдегі быт шыққан назар аудармай қой. Жалғызсың ба не? Иә, өмір бойы Даттыбайы. Мен әкемді де, анамды да білмеймін. Ал тамақ шек. Қонағым болған соң қазір тоямыз.
Тоямыз. Бұл менің арнайы ерекше раменім. Тағы жеген келсе, әне толып тұр. Ерекше талғамың өзгермепті ғой. Тамаққа рахмет. Не болды? Суып қалатын болды ғой. Мынау күшті сияқты ғой. Көрсең. Ояусың ба? Анау сенің әкең бе? Жоқ, ұстазым ғой. Бәсе, қысамайсың оған. Әкең қандай сонда? Әкем бе? Керемет мықты, бәрі соның иығында сияқты. Бірақ үйге келуге де уақыты жетпейді. Солай де. Үйге келген күніңде де шаршағынан түк пайдасыз болып қалады. Бір рет қарындасымның туған күніне арнайы торт дайындағанбыз ғой. Бірақ әкем шаршаған соншалық, ол жемей тұрып бәрін құлатып алды. Иә, шынымен де қолынан түк келмей қалады екен. Ал сен отбасың жайлы сөйлескенде ұнататын сияқтысың ғой. Әкең сондай болса да жек көрмейтін шығарсың, иә? Жоқ, жек көрмеймін әрине.